көңіл-күйіңіз қалай балалар? Жақсы. Ал барлығымыз шеңбер қойып ортаға жиналайықшы. Барлығы шеңбер қойып. Шеңбер там. Бағалай, дөңгелек шеңбер. Жоқ шеңбер ұсындар, ашыңдар. Кел отырайық. Бұл ұстамайыз тек. Шеңбер қана болды. Құдай өсіріңіз. Ал жақсы балалар. Бұл шеңбер бізде ыстық алақан деп аталады. Ыстық алақан дегеніміз не істейміз? Бір-бірімізге жылы сөзімізді бүгінгі күнімізге байланысты не істейміз? Тілектерімізді жолдаймыз бір-бірімізге. Солай ма? Ал жақсы, бастаймын. Мен Қамзадан бастаймын. Қолыңды бер. Қамза, бүгінгі күнің күшті өтсін. Келесі жалғастыр солай. Бақтырын. Бүгін күнің жақсы өтсін. Жақсы. Аян бүгін күнің жақсы өтсін. Шапалақтаймыз балдар қолымызды. Күнің жақсы өтсін. Бүгін күнің жақсы өтсін. Бүгін күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Сөздер айтамыз, тілек білдіріңдер. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Қайталамайын. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің сәттілік. Бүгінгі күнің сәттілік. Бүгінгі күнің сәттілік. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің жақсы өтсін. Бүгінгі күнің сәттілік. Бүгінгі күнің сәттілік өтсін. Жақсы, рахмет барлықтарыңа. Енді дәл осы халқымызда бозбайды шеңберді 10 жақтан бастап 1, 2, 3-ке саналайық. Жарайды ма? Баста. Нұрқан баста. 1, 2, 1. Жақсы, енді 3-ке саналдық, ұқсай ма? Бізде топ бөлініп тұр. Бірінші 1 дегендер бірінші топқа, 2 дегендер екінші топқа, 3 дегендер үшінші топқа орнымызға жайғаса қойып. Жаймен тез. Топқа бөлініп, солай ма? Енді тобының атын бірінші топқа Даридің жоспары деген топтың атауын берем. Екінші топқа Шырақтың айласы деген атау берем. Ал үшінші топқа Шөлдегі ажал деген атауды беремін. Түсінікті ма? Енді кезекте өткен тақырыбымызға байланысты сұрақтар беріледі. Соны барлығымыз бірге еске түсіріп қарайық. Жарайды ма? Тақтаға назар аударамыз. Бізде сұрақтар беріледі. Бірінші сұрақ бізде Томиристің шын есімі қалай? Батыр? Иә, Томар деп атады. Бұны барлығымыз білеміз, солай ма? Ал жақсы. Ал жарайсың, дұрыс. Келесі, Тұмар Қаншайымда өмір сүрген жылдар қай жылдар аралығында өмір сүрген? 500 жыл. Бұрынғы заман бұрын. Біздің заманымызға дейінгі 520-530 жылы. 520 және 570 жылдар аралығында істеген екен? Өмір сүрген екен. Ол неше жасынан бастап қару-жарақты ұстана бастады? Саян? 6 жаста. Жақсы, жарайсың. 6 жасынан бастап қару-жарақты меңгере бастаған, солай ма? Жақсы. Дұрыс. Келесі сұрақ, назар аударайық. Келесі сұрақ. Медиа патшасының есімі кім еді? Ағас? Иә, жақсы. Кел. Тексеріп қарайық. Жақсы, дұрыс. Келесі сұраққа назар аударамыз. Томиристен басқа сақтардың белгілі әйел патшасы кім еді? Дарина. Келген. Тексеріп қарайық. Томиристен басқа да не бар екен? Сақтардың арасында әйел патшасы бар екен. Ол кім екен? Дарина деп аталады, солай ма?
Ал келесі сұраққа қарайық. Сақ деген ол қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па? Деген жамағат ол кімнің сөзі? Ал келген тексеру қарайық. Шұғыла екен солай ма? Ал жақсы, жарайсыңдар. Барлығымыз білеміз солай ма? Томиристі кім екенін де білеміз солай ма? Кім екен сонымен? Ал енді жақсы. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз балалар. Дәптерімізді ашып жазайық. Бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырыбымыздың аты шырақты ерлігі деп аталады. Түсінікті ма? Жақсы, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатымен және сабақ мақсатымен танысып болайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстан аумағындағы ерте көшпелердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Одан кейінгі сабақтың мақсатында біз парсы патшасы 1-ші Дарийдің сақ жеріне жасаған жорығының себебі мен салдарын естиміз, талдайтын боламыз. Келесі шырақтың ерлігі. Шырақтың ерлігін бұл жерде өзін құрбан етуі, жауды шөлге адастыруы, елге жасаған үлгісі ретінде естиміз, бағалайтын боламыз. Одан кейін сақтардың деректеріне сүйене отырып, сақтардың тәуелсіздік жолындағы күресіне естиміз, сипаттама беретін боламыз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді маған назар аударайық. Мен сендерге қазір барлықтарына таратып берейін. Бағалау парағы, түсінікті ма? Бүгінгі сабағымызды не істейміз? Осы арқылы өзіміз бағалап отырамыз, түсінікті ма? Бұл жерде барлық тапсырманы, қай тапсырманы толық орындаған болсаңдар не істеп шығасыңдар? Осы жерден бастап баспалдақ сияқты қылып көтеріліп шығамыз жоғары, түсінікті ма? Шамға дейін. Енді осыны барлықтарына таратам, осы бойынша өздеріңді не істейсіңдер? Бағалап отырасыңдар әр тапсырма сайын, солай ма? Сабақ соңында барлық ұпайларыңды есептейміз, сол бойынша соңында бағаланамыз. Түсінікті ма? Апай, тапсыр неше балдан? 10 балдан есептеледі. Бір тапсырма. Жоқ, сабақтың соңына дейін барлығы 10 балмен есептеледі, 10 балдық жүйемен. Түсінікті ма? Енді маған назар аударыңдар. Енді қараңдар. Мен сендерді қуантамын, қараңдар. Бұл бізде апайдың сыйлығы купон деп аталады. Купонды білеміз солай ма? Осы купон бойынша сендерге осы купонды сыйлық ретінде беремін. Сабаққа бұл алу үшін сабаққа барлығымыз істеуіміз керек. Белсенді қатысуымыз керек. Сабақ соңында кім белсенді қатысады, соған істейміз. Әртүрлі апайдың купоны ретінде сыйлықты ұтып алу мүмкіндіктерің бар. Түсінікті ма? Бұл жерде мен үйшіктемін деген купонда сендер не істейсіңдер? Мұғалімнің өтініші бойынша бас тарту құқығын не істейсіңдер? Ие боласыңдар, бас тарту құқығына ие боласыңдар сабақты сұраған кезде. Түсінікті ма? Осы купон, келесі купонда бізде зал көмегі деп аталады. Бұл жерде не істейсіңдер? Сары түсте зал көмегі деп аталады. Білмей қалған тапсырмаларын, қиын болған сұрақтарға не істейсіңдер? Залдан осы сыныптың ішіндегі не істейміз? Оқушылардан істейсіңдер, көмек алуға мүмкіндіктерің бар осы купон арқылы. Келесі сәтті күн деп аталады. Бұл жерде сәтті күн дегенде сендер не істейсіңдер? Үй тапсырмасын келесі сабақта орындамай келуге нелерің бар? Құқықтарың бар. Түсінікті ма? Және соңғы купонда бізде купон агенттігі деп аталады. Бұл жерде купон агенттікте мұғалімнің тапсырмасын істейсіңдер. БЖВ тапсырмасын орындайтын уақытта мұғалімнен қиын тапсырманың жауабын алуға нелерің бар? Құқықтарың бар. Бір тапсырманың жауабын сұрап алуға құқықтарың бар осы құпия агент дегенде. Түсінікті ма? Осы купонды алу үшін бүгінгі сабаққа барлығымыз не істейміз? Белсенді атсалысамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Енді дәптерімізді ашайық, бүгінгі күннің жадын жазайық. Бүгін біз жаңа тақырыбымызды бастайық. Жаңа тақырыбымыз біздің шырақтың ерлігі деп аталады. Дәптерді ашып жазамыз.
Ал жақсы, жазып болдық па? Иә. Жақсы, жазып болсақ, қаламдарымызды қоямыз. Енді тақтаға бейнематериалға назар аударайық. Түсінікті ма? Бізде бүгінгі сабағымыздың бейнематериалында қандай материалдар? Парсы патшасы Дарий 150 жыл бұрын Мидияға басып кірген сақтардан кек алуды көздейді. Осылайша біздің заманымыздан бұрынғы 519-518 жылдары Дарий патша 600 кемеге мінген 700 мың адамнан тұратын жер қайыстыратын қалың қолмен сақ жеріне жойқын жорғын бастамақ болып жолға шығады. Әрбір сақ жауынгерінің ер жүрек, қайсар, отан үшін жанын қиюға дайын болғанын бүгін оқитын Шырақ батырдың ерлігі арқылы дәлелдей аламыз. Шырақ, Дарийдің қалың әскерін жеңу мүмкін емес. Одан да менің құлақ мұрнымды кесіп, денемнің сау жерін қалдырмай тілгілеп жолға тастап кетіңдер. Елімді аман сақтап қалу үшін жанымды аямаймын. Тек бір тілегім бар. Артымда қалған отбасым жетімдік көрмесін. Дарий, сен кімсің? Менің атым Шырақ. Өз елімнен көрмеген қорлығым қалмады. Олардан кегімді қайтарғым келеді. Сақтардың қолбасшысы мен әскерінің қайда жасырынғаны маған мәлім. Сендерге сақтарға баратын жолды көрсетіп. Сақтар құдықтарды улап, шөптерді өртеп кеткен. Ол жақта ауыз су жоқ. Мен төтесінен баратын жолды білем. Сендерді дәл үстілерінен түсірем. Дарий, қашан жетеміз? Аз қалды, сәл шыдаңдар. Дарий, бізді мұнда неге әкелдің? Шыныңды, әйтпесе өлтірем. Шырақ, жеңіске жетті деген осы. Ата жұртымды жаулап алмақ болған Дарий патша бастаған қанқұйлы жауды жалғыз өзім шөлге қамап, дымын құртып тұрмын. Төрт жақтарың бет бақтала, бастан алған жаққа жүре беріңдер. Бірақ айтпақ деме, 7 күнге дейін шөл даладан көз ашпайсыңдар. Аштық пен шөл азабын көресіңдер. Ал менде ешбір арман жоқ. Кіндік қаным тамған туған жерімде қаным төгіледі. Денем осында көміледі. Артымда аман есен халқым қалады. Барса келмес құмына еніп кеткен қалың әскер қайтып шығуға жол таба алмай, әбден шаршап, қалжырап, шөлден қырылады. Дарий аз ғана әскермен аман қалады. Ал жақсы балалар. Бейнематериалға толық тамашалап. Солай ма? Бейнематериалды? Ал. Енді бұл бейнематериалда кім туралы айтылған балалар? Шырақ батырдың ерлігі туралы айтылған. Солай ма? Бірінші қатардан өз ойымызды айтайықшы. Бұл бейнематериалдан тағы не көрдік? Не толықтырамыз? Толықтырайықшы. Иә. Шырақ батыр өз елі үшін жанын қиып шөлде өліп қалады. Және ол Шырақ батыр адамдарды бір шөл далаға алып келіп, оларды алдырып кетеді екен. Жақсы. Дәмен толықтырағыш. Шырақ батыр ол өз киімін жыртып, оларды алдап шөл далаға тастап кетеді. Ал жақсы Сұлтан. Біздің заманымыздан бұрынғы 518 және 519 жылдары Шырақтың ерлігі Дарий шабуыл жасайды. Өзін жарағын көрсеткен Шырақ оларды шөл далаға, шөл азабынан қырылып қалады. Ал жақсы. Хамза. Біздің заманымызға бұрынғы 518-519 жылы Шырақ киімін жыртып Дарийның Дариймен бірге шабуыл жасайды. Солай ма? Дарийға қарсы? Дарийға шабуыл жасайды. Ал жақсы, Алтай толықтыр. Иә, жақсы жарайсың. Біздің заманымыздан бұрынғы 518-519 жылдары арасында Дарий Шырақ батырды еліне шабуыл жасайды. Дарий шабуыл жасап бара жатқанда алдынан Шырақ батыр шығып, Дарийді шөл далаға әскермен алып кетеді. Ал жақсы жарайсың. Ал енді батыр толықтырайық. Қалай аяқталды? Иә, айта ғой.
Біздің заманымыздан бұрынғы 718-719 жылдары бірінші Дарий ол 700 мыңға жуық адам жинап алып елге қарсы шабуыл жасағысы келеді. Шырақ батыр оны өз елімді қорғаймын деп оны Шудалаға апарғысы келді. Жақсы. Ал бұл жерде шырақ қандай амалды қолданады бұл жерде? Томирис сияқты шайқаспайды, солай ма? Не істейді ол? Іске асырады, солай ма? Айланың өзін айласымен бірге не істейді? Манағы Дарийді жеңіп шығады, солай ма? Ал оның басында қалай алдайды? Оларды Шудалаға алып келіп, алдап кетеді. Ал жақсы. Ал Дарий манағы шырақ батыр не істейді басында? Өзін көрсетіп манағы келе жатқан Дарийдің әскерінің алдына не істейді? Өз еркімен жатады, солай ма дайындалып? Ал сол кезде не істейді? Алдынан манағы Дарий дегенде не деп сұрайды? Бірінші Дарий келіп, Не деп сұрайды Тамир? Иә, Хамза? сен кімсің деп айтады. Сен кімсің деп сұрайды, иә, оны тұрмайды. Мен шырақпын деп айтады, солай ма? Мен сендердің сақтар үстеріне алып келемін деп Дариймен бірге алып кетеді. Ал жақсы. Ал Дарий айтады, ол сен өтірік алдадың деп айтады. Ал жақсы, отыра ғой. Ал бұл жерде манағы Дарий, манағы шырақ Дарийді не істейді? Алда қай жерге алып барады? Шудалаға, айдалаға алып барады әскерлерімен бірге, солай ма? Ал жолда бара жатқан кезде әскерлер не істейді жапшы? Шөлден қырылып қалады, солай ма? Ал енді осы жерде Дарийдің ерлігі қалай, не үшін ерлік жасады бұлай? Дұрыс айтасың. Өз елін, отаны үшін, отаны елін қорғау үшін дәл осындай істеді. Өз жанын жақсы, жарайсыңдар. Барлық сол түсініп қой, солай ма? Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде бірінші тапсырмада бізде сөйлемді толықтырыңдар деп айтылған. Толықтырыңдар деген тапсырма берілген. Не істейсіңдер? Сөйлемді толықтырып тез-тез дәптеріңізге жазып орындап шығайық. Бастаймыз. Тез аяқтай қояйық. Балалар, болдық па тапсырманы орындап? Ал жақсы. Біріншісін кім оқиды? Мен шырақ сақтардың батыры болды. Жақсы, жарайсыңдар. Екінші Алия. Бірінші Дарий парсы патшасы болды. Ал жақсы, үшінші Айзерем. Жаудан Шудалаға адастырды. Шырақ өз елін жаудан қорғады. Ал жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Барлығымыз дәл осылай жаттық қой, солай ма? Ал жақсы, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада бізде жұптық тапсырма берілген балалар. Көрдік па? Енді жұптық тапсырмада не істейміз? Жұп болып жұптаса қояйық та тапсырманы орындайық. Суретке қарап отырып астындағы сұрақтарға не істейміз? Тез-тез жауап беріп шығамыз. Түсінікті ма? Жақсы балалар, болдық па? Бірінші қатардан кім жауап береді? Жаңылсын, Марфуға. Болдық па? Қайсы? Жаңылсын баста. Шырақ өз өзін Суретке сипаттама берейікші. Қандай сурет көрсетілген бізге? Қандай сурет берейік? Шырақ өз өзін
жаралы. жаралы деп көрсетті. Ал екінші суретте. Шырақ бірінші Дариді алдап шөл далаға келді. Үшіншісінде. Патшасы Дари Шыраққа былай айтты: сен бізді алдасаң, біз сені өлтіреміз деді. Олардың көңіл күйіне қандай? Не бересің? Баға бересің. Көңіл күйлері қандай? Жаман. Ал жақсы. Екінші қатар. Иә, Сұлтан. Бірінші Шырақтың жаралып тұрған кезде екінші сурет. Жоқ, қайталамаймыз. Оны айтып кеттім маған, жаңасын толықта. Енді сен не істейсің? Шырақты бұл қай жерге алып бара жатыр? Қай жерге? Әскерлерін қайда ертіп алып бара жатыр Даридің? Шырақ өз отанын қорғау үшін Дарилерді шөл далаға апармақ болды. Ал Шырақ өзін жаралы көрсеткендей сақтардың үстіне түсіретіндей болды. Даридің Шырақтың ауылына... Жақсы. Бұл манағы Шырақ не істеп жатыр? Манағы Даридің әскерлері шөл далаға алып бара жатыр. Солай ма? Орналасқан жерін анықтадық. Ал жақсы шөл дала екен, орналасқан жер. Дамир, ал бұл суреттерге қарап болжам жасашы, қандай болжам жасай аласың? Суретте Шырақ өзінің айла керімен бірінші Дариді алданмақшы болды. Екінші суретте Шырақ оларды шөл далаға адастырмақшы болды. Үшінші суретте бірінші Дари шөлден ашқалып қырылмақшы. Ал жақсы, жарайсың. Ал жақсы, жарайсыңдар балалар. Тапсырма барлығын зорлап болдық қой, солай ма? Енді жақсы. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмада бізде бұл жерде мәтіндік тапсырма берген. Бұл жерде не істейміз? Топ болып орындаймыз. Мәтінге толық таныстап оқып, соған қарай не істейміз? Берген тапсырманы орындаймыз. Түсінікті ма? Топ болып орындаймыз. Ал жақсы балалар. Тоқтық тапсырманы орындап болса, ернар орындап болдық па? Ал жақсы. Енді бірінші қатардан кім қорғайды? Келеді. Алтынай, Аяна келеді. Оқушылар қарап тұрып айтамыз. Бірінші Дари ол Парсы елінің патшасы болған. Ол жауыз Шырақтың елін жаулап алғысы келді. Ал жақсы. Дұрыс па балалар? Ал жақсы, жарайсыңдар. Ал жақсы, жарайсыңдар. Келесі топты тыңдайық. Келесі топ кел. Кім шығады келесі топтан? Абдаулет кел, Тамерлан келе ойнайды. Сендердің тапсырмаларың Шырақ. Кім, солай ма? Шырақ сақтардың батыры болды. Ол өз елі отаны үшін жанын қиды. Ал жақсы, жарайсыңдар. Ал жақсы балалар, енді келесі топты тыңдайық. Келесі топтан кім шығады? Орындап болдық па тапсырманы? Келе ойындар. Айғаным, Аяна келе ойындар. Ал оның өткені Бұл жерде сендерге тапсырма Шырақ не себепті олай ерлік жасады, солай ма? Ал сақтардың өздерінің
әскері аз болған соң олар осындай шешім келді. 700 мың әскерді өзі шу далаға апарып қырып жойды. Ешқандай қарусыз, ешқандай тек өзі ғана өзінің айласымен 700 мың әскерін сол жерден қырып қалды. Жақсы, жарайсың. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсыңдар, отырамын. Ал енді, жақсы жарайсыңдар барлықтар. Енді маған назар аударамыз тақтағы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмада бүгінгі сабағымыз түсінікті ма балалар? Енді қандай түсінікті білімді жинадық бүгінгі сабақта? Соған байланысты естиміз? Сабақтың қорытындысын жасау мақсатында келесі тапсырманы орындайық. Кел, бірінші қатардан. Бірінші сұрақ қандай? Бірінші сұрақ бізде шырақ парсыларды қалай алдады? Оқи ғой. Ол әдейі жақ олар тұқым алып өзін сатты қызмет көтерді, парсыларды сусы шуге басқа апарды. Дұрыс па балалар? Жақсы көрейік ал. Келесі сұрақ. Екінші сұраққа қарайық. Оның ерлігі. Келесі сұрақ, оның ерлігі неліктен маңызды деп саналады? Не себепті сақтың ерлігі? Өйткені шырақ өз өмірін құрбан етіп қалып, жаудан құтқарып қалды. Жақсы тексеріп қарайық. Дұрыс. Жақсы. Келесі сұрақ. Кел, Әлихан. Келесі үшінші сұрақ. Қарайық, үшінші кітапшаны ашып. Үшінші кітапшада бізде парсы патшасының есімі аты кім болды? Солай ма? Кім екен сонымен? Бірінші Дарий. Келесі Маркуға кел. Келесі кітапшаны ашып қарайық. Келесі кітапшада шырақ кім екен сонымен? Парсы патшасы ма? Кім еді? Шырақ кім сонымен? Сақ халқының несі екен? Батыры, солай ма? Келесі кітапшаны ашып қойайық. Келесі кітапшада бізде шырақ жауды қалай жеңді? Ашық соғыста шайқасты ма? Оларды алдап қай жерге апарған екен? Шөл далаға алып барған екен. Келесі бізде шырақтың ерлігі нені дәлелдейді шырақтың ерлігі? Отанға деген адалдық пен ерлікті. Отанға деген адалдық пен ерлікті. Әке батыр жарып береді. Және ол қай халықтың бар ма? Ауызшарын оқимыз. Сақ халқының ержүрек батыры. Сақ халқының ержүрек батыры. Ал жақсы, келесі сұрақ балалар. Барлығымызда белсене қатыстық, солай ма? Енді бүгінгі сабағымызды осымен аяқтайық. Ал енді осы жерде бүгін қандай тақырыпта сабақ өттік? Шырақтың ерлігі туралы өттік, солай ма? Шырақ кім екен сонымен? Сақтың батыры. Ержүрек сақтың батыры. Шырақтың ерлігі дұрыс па? Қандай ерлік жасады Алпай? Өздерін алдап шын далаға алып кетіп. Өз елін істеді? Қорғады. Өз жанын беріп, өз елін қорғады. Жақсы. Бағдәулет осы шырақ батырдың орнында болғанда сен іс-әрекетің қалай болады едің? Қалай жасар едің сен? Өз халқыңды қорғап едің қалай? Шырақ
Шырақ батыр сияқты өз елімді қорғар едім. Жақсы, жарайсыздар. Балалар тапсырма түсінікті ма? Иә. Сабақ түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді мен сендерге бағалайыншы өзіңізді. Мана алдымызда тұрған парақшалар бердім ғой жаңа. Солай ма? Есептеп сол бойынша неше? Алтынай сенен 9 ма? Апа 9. Иә, Батыр сенен? Ал жақсы 9 бал. Дамир сенен неше? 6? Апа біреу ма? Ал жақсы. Сұлтан 9. Барымыз алдық қозбай ма? Белгіледік па? Ал жақсы. Дамир бүгін белсеге қатысты сабаққа. Сол себепті манағы алған 6 балына мен деген істеймін. Метафорасына толық дайындалып келген. Бүгінгі сабаққа да белсенділік танытты. Сол себепті мен оған тағы да 2-3 балл қосып беремін. Түсінікті ма? Сонымен бүгінгі сабақтан алған балы бағасы қанша болады? 9 балл. Солай ма? Және оған арнап сәтті купонды ұсынамын. Келе ма? Жақсы, кел. Алтынайдан істеді. Сабаққа белсене қатысты. Солай ма? Оған не істеймін? Қандай купон ұсынамын? Сәтті күн. Сәтті күн деген. Бұған да дәл солай сәтті күн деген купонды ұсынамыз. Жақсы. Ал Хамзаға да дәл солай купон ұсынамын. Апа мен қатысты. Ал екінші қатардан Тамерлан белсене қатысты. Бақдәулет белсене қатысты ма? Айзере. Апа мен. Раяна Жұбалады. Батыр. Айгерия ма? Ал жақсы. Тағы да Сұлтан белсене қатысты. Оған да бір купон берем. Мына жақтан Нұрхан. Үшінші қатардан Өмір. Ал жақсы. Жарайсыздар. Купондарды алып қосылай ма? Келесі сабақта дәл осы купондарды не істейміз? Пайдаға асырамыз. Солай ма? Енді бүгінгі сабақ осымен аяқталып, бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді тақтаға назар аударайықшы. Қандай маған өздерінің осы сабаққа байланысты кері байланыс орнатайық. Барлығы толық түсіндім. Ал орнымыздан тұрып айтайық, Хамза. Барлығы толық түсіндім. Барлығын толық түсіндік. Солай ма? Смайликпен көрсетші. Қайталашы смайликті. Иә, жақсы, жарайсың. Ал екінші қатардан Сұлтан. Барлығы толық түсіндім. Ал смайликпен толық тұрш. Ал үшінші қатардан Батыр. Барлығы толық түсіндім. Барлығын толық түсіндік па бүгінгі сабақта? Ал смайликпен толық тұрш. Ал жақсы. Осы сабақта қиындық туындаған жерлері болды ма? Барлығы түсінікті ма? Шырақтың ерлігі толық түсінік қосылай ма? Жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі сабаққа барлықтан белсене қатысыңдар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.